Ал балалар, бізде келесі қандай әдіс екен? К. Ал ғой. Бұл жерде бізде қандай тапсырма берілді? Оқулықпен жұмыс 31-ші бет 63-ші жаттығу. Ал кәне оқулығымызды ашайық. 63-ші жаттығу. Келеді бізге тақтаға Дәрия. Қалғанымыз бүгінгі күнді жазамыз. Қалғанымыз бүгінгі күнді жазамыз. Дәрия келе ғой. Оқулығын ала ғой. 63-ші жаттығу. 63-ші жаттығу. Аттанбек. Егер. Аттанбек. Қойдан. Аласа. Дәрия, бұл бізде не екен? Жұмбақ. Аттан биік, қойдан аласа. Не болуы мүмкін? Ер-тоқым жаза ғой. Ал бізде берілімде не деді жаңа? Қаламен жазылған сөздерге сұрақ қой, олардың қай тетікте тұрғанын айт. Ол бізде аттан. Ол бізде шығыс тетігінде тұрған сөз. Ал сұрақ қой. Неден? Неден? Аттан. Және үстіне жаза ғой. шығыс тетігі. Қойдан. Неден? Қойдан шығыс тетігі. Өте жақсы. Отыра ғой. Қаламыз. Тақтаға келеді бізге өміртай. Келе ғой. Ер-тоқым деген сөзді септеп берші мұнда. Қаламыз. Ер-тоқым деген сөз. Қысқартып жазамыз, е, асы. Ер-тоқым. Тоқым. Әлексеттік. Ер-тоқым.
жақсы. Ал балалар, бір рет барлығымыз есептеп болдық қой, жеке жұмысты орындадық, иә? Ал кәне, қарап шығайық. Атау ертоқым, ертоқымның, ертоқымға, ертоқымды, ертоқымда, ертоқымнан, ертоқыммен. Барлығы дұрыс па? Ал ендеше ұмытпайды, ағалап жүрейік. Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Өте жақсы жұмыс. Ал келесі қалай? Қол шатыр. Қол шатыр тәсілі. Ал қарай, бізде немен беріліпті? Тамшылармен беріліпті. Ал ендеше қазір бізге осы тамшылардағы сұрақтарға не істеу керек болады? Жауап беру керек болады. Топ басшысы әр топтан өзің шығара қой. Кәне өмірсай? Сезім. Келе ғой сезім? Шығыс септіктің сұрақтарын ата. Кімнен неден? Наннен, данден, тантен. Өте жақсы. Бағалай қойып. Өте жақсы жарайсың. Келесі. Келе ғой. Мәди. Тепті ретімен Айты. Ілік септік, барыс септік, атау септік, ілік септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік, көмектесіп. Өте жақсы. Келесі. Келе ғой Айымжан. Қыран сөзіне. Жылы септікті жалғау, сұрақ қой. Қаран. Кәне балаларға қамайды. Шығыс септігін жалғаған дейді. Кәне кім көмектесін? Сұрақтарын айтшы. Шығыс септігін. Кімнен неден? А шығыс септігін сонда қыранды қандай жалғау жалғанады? Неден? Қыраннан. Өте жақсы. Ал кәне бағалай ойындар тез. Келесі келе ойдарын. Шығыс сөзінің мағынасы қандай? Шығыс сөзінің мағынасы жақсы, өте жақсы отыра ғой. Келе ғой. Дәрия. Қандай мүшені? Шығыс септігі сөйлемде сын есін, Шығыс септігі сөйлемде тұраусыз мүшенің қызметін жақсы. Бағалай қойыңдар. Келе қойыңыздар. сөйлем мүшесінде бастауыштың қызметін атқаратын мүшені атқарады. Бастауыштың қызметін атқарады. Қандай септік? Бастауыштың қызметін атқаратын септік атау септігі. Өте жақсы отыра ғой. Келе қойсың. Қазақ тілінен ашылды.
бағаларымызды қойып алайық. Ал қарай, келесі жұмыс бізде немен жұмыс істейді? Дәптермен жұмыс. Ал кәне, қандай жаттығу? 64-ші жаттығу. Илья маған 64-ші жаттығуды оқып берші. Мәтінді көшіріп жаз. Мәтінге шыға септігіндегі сөздерді тауып алсынсыз. Өте жақсы. Мәтінді көшіріп жазып, шығыс септігіндегі тұрған сөзді астын сызамыз. Бірінші сөзде келеді бізге сезім. Келеді. 64-ші жаттығу. Қаламымыз, қаламды арқамызды ұстаймыз олар. Бірінші сөзден жаза ғой. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Ақбөкендер елсіз даланы мекендейді. Жақсы, бұл сөйлемде шығыс септігінің жалғауы бар ма? Жоқ. Жақсы, отырамын. Келесі сөйлемге келе қойсың. Топ тобымен жайылады. Топ тобымен Жайылады. жақсы. Бар ма бұл жерде? Жоқ. Балалар, осы жаттығуда шығыс септігі жалғанған қандай сөз бар екен? Қаққан. Өте жақсы інжу. Жарайсыңдар. Барлығымыз таптық па? Және көзден екен. Жақсы, барлығымыз орындап болсақ, суаттан. Белгілеп ойындар. Және бағалау барағын балалар ұмытпаймыз.